Аяқ не үшін ауырады? Оны өзіміз қалай анықтаймыз? Біріншіден, егерде аяғыңыздың ауырсынуы бірден кенеттен, мысалы ұйқыдан тұрған кезде пайда болса, аяғыңызды баса алмай қалдыңыз. Және аяқтың ауырсынуы көбіне санның арт жағымен жүрсе, кейде аяқтың ұшына дейін баруы мүмкін, аяқтың сырт жағымен. Сонымен қатар аяқта жансыздану, үю сияқты белгілері болуы мүмкін. Бұл көп жағдайда нервтің қабынуынан немесе белдегі грыжа протрузиядан болуы мүмкін. Ол кезде невропатолог дәрігеріне қараламыз. Екіншіден, екі аяқтың біреуі салқындап, мұздап бастаса, немесе сіздегі аяқтың ауырсынулары жүрумен байланысты болса, мысалға 500 метр жүрдіңіз, сосын аяғыңыздың балтыр бұлшықеттері ашып күйдіріп ауырғаннан сіз тоқтайсыз. Ауырсыну өзімен өзі кетеді, тағы да жүріп бастайсыз, тағы да ауырсыну пайда болады. Бұны біз перемежающий хромата деп айтамыз. Бұл яғни тамырдағы атеросклерозды білдіреді. Бұндай белгілер болса, онда сосудистый хирург дәрігеріне барып қараламыз. Үшіншіден, егерде ауырсыну аяқтағы буындардың айналасында болса, мысалға тізенің айналасы ісініп тұрса, немесе отырып тұрған кезде аяғыңыз қытырлап ауырсыну күшейетін болса, онда сізде буында қабыну болуы мүмкін, немесе екі сүйектің шеміршектерінің желінуінен болуы мүмкін, яғни артроздан. Ол кезде ортопед травматологқа немесе ревматологқа барамыз. Төртіншіден, егер аяғыңыз шаршап, тез талып, бір тас байлақ болған сияқты ауырлап тұрса, жұмыстан кейін кешкі уақытта аяғыңыз ісіп кете беретін болса, немесе жататын кезде аяғыңыз құрысып, яғни судорога пайда болса, аяғыңыз жалпы қақсап ауыратын болса, бұл варикоздан болуы мүмкін. Ол кезде флеболог маманына қараламыз.